Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен орама тағамның қамырын дайындайтын боламыз. Мен алдын ала салмасын дайындап қойдым. Енді қамырын иілеп, соны жайып, салмасын салып дайындайтын боламыз. Кешкі тағамдардың бірі, өзімнің сүйікті тағамдарының бірі. Осындай бір пиала немесе бір стақан салқын су аламыз. Және де оған бір жұмыртқамызды, дәміне қарай тұзымызды қосып, араластырып аламыз. Суы тағы да аздап қостым мен. Маған бір зуала үлкен қажет болды, сол үшін кішкене аздап су қостым. Енді бірінші сұрыпты ұнды қосамыз. Бір стақан суға 4 стақандай ұн кетті. Енді қолымызбен әбден қамыр илеп аламыз. Неге перчатка киіп жасамайсың дейтін адамдар бар шығар. Өйтіп айтпауларыңызды сұраймын. Кез келген әйел адам тамақ жасамас бұрын қолын әбден жуып алады. Оны барлығымыз да білеміз. Сол себепті де артық әңгіме айтпауларыңызды сұраймын. Маған перчаткамен жасау ыңғайсыз, қамырды илеу. Ал кейбір перчаткамен пайдаланатын тағамдарды мен перчатка киіп жасаймын. Әрине салат араластырғанда немесе салмасын дайындаған кезде мен міндетті түрде перчатка киемін. Ал қамыр илеген кезде мен ешқандай да перчатка кимеймін. Өйткені маған ыңғайсыз, қолмен жасаған ыңғайлы маған. Сол себепті де ондай пікір қалдырмаңыздар. Кез келген әйел адамға перчаткамен жасау ол ыңғайсыз болып есептеледі. Қамырымызды тым жұмсақ емес, орташа қылып илеп аламыз. Мантыға, орамаға жасайтындай етіп. Үлкен бір зуала жасадым. Енді осыны салафанымызға салып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Июі қанған қамырымызды тағы да бір илеп аламыз қолымызбен әбден. Одан кейін барып жая береміз. Қамырды аса керемет жаймаймын, барымша қолымнан келгенше жаямын мен. Жұқа етіп жайсаңыздар, орамаларыңыз өте әдемі көрінеді, әрі нәзік болады. Осындай етіп, біркелкі етіп шет-шеттерін басып аламын, одан кейін оқтаумен түзетіп қамырымызды жайып аламыз. Мен видеоны жылдамдатып тастадым. Барлығы видеода көрсетілген. Алдын ала мен салмасын дайындап қойдым. Салмасына кез келген зат қоссаңыздар болады. Кейбір адамдар асқабақпен ұнатады. Бүткіл картоп, асқабақ, пияз, сәбіздерді қосып жасайды. Біз асқабақ ұнатпағаннан кейін фарш қостым, яғни тартылған ет, картоп, пияз және бір дана сәбіз қосып, алдын ала салмасын дайындап қойдым. Мен мұнда қамырды илеп, қалай орау керектігін көрсететін боламын видеода. Қамырымызды өте жұқа етіп жайып алдым. Дөп-дөңгелек болған жоқ енді. Бұдан да жұқа етіп жайсаңыздар болады. Арасына сұйық майымызды қосып, әбден жағып аламыз. Жан-жағына біркелкі етіп жағып аласыздар. Енді алдын ала дайындалып қойған салмамызды көрсетіп тұрмын видеода. Енді осыны барлығын салып шығамыз. Осы салмамыз бір зуала қамырға жеткілікті. Енді осы қамырымызды 4-ге бөлемін мен пышақпен. Алдын ала
майлап болған соң кесіп қойсаңыздар да болады, одан кейін салмасын да салсаңыздар болады. Мен бәрін бірдестен салмасын салып, сосын барып бөліп шықтым. Алдын ала пышақпен кесіп, сосын барып салмасын салып алыңыздар, егер сіздерге ыңғайлы болмаса. Осындай етіп салып алып, осылай 4-ке бөліп орап аламыз. 4 бөлігінде орап шығамын, видеода көрсетілген. Немесе қамырымызды 2-ге бөліп, 2 орама шығарсаңыздар да болады. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Маған осы 4 бөлікке бөліп ораған ыңғайлы, әрі кішірек болады. Салмасына тартылған ет, картоп және де сәбіз қостым. 1 дана сәбіз, картоптан орташа 2 немесе ең үлкен 1, және де 300 немесе 400 граммдай тартылған ет қостым. Үйдегі қалған тартылған еттен жасадым. Енді қалған бөлігін салмасын барлық жеріне жайғап шығамыз. Одан кейін барып осында етіп ораймыз. Сонда өте ыңғайлы болады орамамыз. Енді алдын ала ыдысымызға су толтырып аламыз. Оны газымызге қойып, қайнатып қоямыз. Енді осындай мантоварканың ыдысын алып, осындай 2 листке сияды менде. Листімізді алдын ала майлап аламыз. Майлап болғаннан кейін оның үстіне орамаларымызды саламыз. Бөлек салсаңыздар да болады. Маған осындай 1 листке 2-ін салатын боламын. Орамаларымызды салып болғаннан кейін оның бетін сұйық маймен майлап қойып қоямыз. Барлық жерін осылай майлап шықтым. Екінші листімізді де дәл солай жасаймыз. Листімізді майлап, одан кейін бар орамамызды өз қалауыңыз бойынша жайғап шығасыз. Содан соң оның да бетін майлап қойып қоямыз. Газге ыдысымызды, кастрөлімізді қойып қоямыз. Су құйып қайнатып қоямыз алдын ала. Сол қайнап тұрған ыдысымызға мантоваркамызды осыларды қойып қоямыз бетіне. Сосын 45 немесе 50 минутта алып дастарханда ұсынсаңыздар, өте дәмді кешкі ас болады. Осылай түйу маған ыңғайлы, әрі тез желінеді. Мінеке, суым қайнап тұр. Енді осыны саламыз. 45-50 минутқа қойып қойдым. Менде бұл піскен түрі өте әдемі болып шығады, мінеке. Және осыларды пышақпен кесіп, ыдысыңызға салып, отбасыңызға ұсыныңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Тағы да бір ыдысымызды қойып, төңкеріп алдым. Сонда әдемі көрінеді. Сосын пышақпен кесіп қоясыздар. Өте дәмді болады. Кешкі асқа сіздерге бір идея жасап көріңіздер.